Баршаңызға сәлем, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода жаңа жылдық ойын түрі аққала ойынының қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Бірақ ең әуелі бұл ойын түрінің қалай ойналу керектігін түсіндіріп өтейін. Сіз алдын ала өз тақырыптарыңызға сай керекті сөздерді алдын ала жасырып қоятын боласыз. Ойын басталған уақытта сол сөзді оқушылар астындағы төртбұрышты фигураның ішіне әріптерді жаза отырып ақырындап табу қажет болады. Әр басылған қате әріп үшін мына аққала ақырындап ери береді. Ал егерде дұрыс табатын болсаңыздар, онда аққала өз қалпына қайтадан келеді. Егерде осы ойын түрінің жасалу жолын үйренгіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді ойынды құрастыруға кірісейік. Ол үшін бізге flippt.net деп аталатын сайт қажет болады. Бұл сайт арқылы менің басқа да жасаған жұмыстарым бар. Ол мысалға оқушыларды топқа бөлудің ерекше әдісі және де үй тапсырмасын сұрау, жаңа тақырыпта қорытындылауға арналған әдістер деп аталатын осындай екі тақырыпта түсірген видеом бар. Оның сілтемесі қажет болса, мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Көріп, керектеріңізге жарата беріңіздер. Ал енді ойынды құрастырайық. Мына жерде Flippt снеговик деген ойын тұр. Осының астында демо және инструкция деген жазу тұр. Соның инструкция дегеніне барамыз. Төмен қарай түсетін болсақ, міне шаг 1 деп, соның астында этот шаблон деп сары жазумен жазылған сөз тұр. Осының үстінен басамыз. Одан кейін мынадай бет шығады. Осы жерден создать копию дегенді басамыз. Одан соң бізге осында кесте ашылады. Бұндағы көк және сары түсті жолдағы жазуларға тиіспейміз. Одан кейін астындағы үшінші жолдан бастап жазылған сөздерді өзгертіп бастаймыз. Яғни өзіміздің тақырыбымызға сай керекті сөздерді жазып қоямыз. Мұнда оң жақ қатардағы жазуларды өшіріп тастауға немесе дәл осылай қалдыра беруге де болады. Бірінші қатардағы сөздердің барлығын өшіріп, өз тақырыбыма сай сөздерді жазып қойдым. Енді жоғарыдағы файл сөзін үстінен басамыз. Поделиться. Одан кейін опубликовать в интернете дегенді басамыз. Тағы да опубликовать. Одан кейін окей дегенді басамыз. Сонда бізге сілтеме шығады. Мінекей көк түспен белгіленіп тұр. Осыны копировать етіп аламыз да бірден Word бағдарламасына осы сілтемені сақтап аламыз. Себебі бұл сайтта жасалған жұмыстар еш жерде сақталмайды. Тек осы сілтемені Word немесе PowerPoint өздеріңізге ыңғайлы жерге сақтап алу арқылы ғана келесі жолы пайдалана аласыздар. Енді осы көшіріп алған сілтемені жаңа вкладка ашып, сол жерге вставить етеміз. Enterді басамыз. Сол кезде осындай бет ашылады. Get the link here деген жазудың үстінен басамыз. Сонда бізге осындай сілтеме шығады. Осы сілтеменің үстінен басамыз. Енді ойын басталды. Мұнда 7 әріптен тұратын сөз жазылып тұр. Мұнда астындағы төртбұрышты фигураның ішіне біз ойлаған сөзіміздің әріпін жазып бастаймыз. Enterді басамыз әр әріпті жазғаннан кейін. Егерде дұрыс болатын болса, мына А әріпі секілді осы жерден шығады әріп. Егерде қате болса, онда көріп тұрғандарыңыздай аққала кәдімгі су секілді еріп бастайды. Сөзді толықтай дұрыс табатын болсақ, аққала өз қалпына келеді де келесі жасырылған сөзді табуға келесі ойынымыз басталады. Мінекей осылай өз сабақтарыңызда қызықты етіп осы ойынды ойнатсаңыздар болады. Егерде осы видеоның жасалу жолы сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.